Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге қонақ шақырған кезде дастарханның көркін ашатын қытырлақ вафли дайындауды үйренетін боламыз. Осындай қытырлақ, дәмді, шаймен керемет кететін вафлиді дайындау үшін менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, 200 грамм майымызды, 200 грамм қантымызды, 200 грамм ұнымызды салып, венчиктің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай шығу керек. Ендігі кезек вафельницамызды қыздырып қоямыз. Вафельницамызды қыздырып болғаннан соң бір ас қасық сұйықтығымызды салып, вафлеміздің бір шеті қызарып болғаннан соң екінші шетін аударып, біртіндеп пісіріп шығатын боламыз. Мен бұл вафельницаны Каспийден заказ берген болатынмын. Өте көп уақытқа шыдады. Жақсы екен сапасы. Сіздерге де заказ беруге кеңес беремін. Енді мінекей біздің вафельницамыздың екі шеті де піскеннен соң вафельницамызды екіге ыстықтай осылайынан бүктеп, шайдың ыдысына немесе 100 граммдық стакандарға осылайынан әдемі форма шығарып аламыз. Бұл вафлидің рецептісін біздің үйге қонақ болып келген әрбір қонақ сұрайды. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, достар. Қытырлақ, аузыңа салсаң еріп кетеді. Бұл вафли болмаса болмайды. Біздің үйдің дастарханы жайылмайды, достар. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей біздің вафлиларымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай біртіндеп пісіре бересіздер. Формасында шығарып, әртүрлі формада шығаруға болады. Маған осылайынан гүлді формада жасаған ұнайды. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін, достар. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Байзақова Сандуғаш. Келесіде қандай видео күтетіндеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.